Аниме фанат болған соң, жапон тіліндегі сөздер біз үшін таңсық нәрсе емес. Алайда, жиі көріп, естіп, мағынасын білмейтін сөздер қаншама. Сол үшін бүгін сондай сөздердің мағынасын ашатын боламыз. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір кеттік. Вайфу. Бұл терминді естімеген аниме фанат жоқ шығар. Вайфу сөзі ағылшын тіліндегі wife, яғни әйел деген сөзден алынған. Вайфу сөзі басқа жыныстағы сізге ұнайтын кейіпкерге қатысты айтылады. Вайфу сөзі қыз кейіпкерлерге көп қолданылғанымен, ер балаларға қатысты да айтыла береді. Мысалы, сіз қыз болсаңыз, сізге ұнайтын кейіпкер Леви болса, онда ол сіздің вайфуыңыз болып есептеле береді. Ал енді кейбір танымал вайфуларды қарап жіберейік. Иссекай. Иссекай қазіргі таңда аниме индустрияда танымал жанрлардың бірі. Алайда, бұл жанр өз бастауын ежелгі ертегілерден алады. Тікелей қазақ тіліне аударғанда, иссекай сөзі басқа әлемге түсуші деген мағынаны білдіреді. ГГ немесе main character, ол анимедегі бас кейіпкер деген мағынаны білдіреді. Яғни қазақша БК деп айтқан дұрыс. Өте оңай әрі түсінікті термин. ГЗ деген сөз главный злодей дегенді білдіреді. Яғни ол бас кейіпкердің басты қарсыласы. Қазақша бас зұлым, басты жау. Немесе БЗ не БЖ деп айтсаңыз да артық етпейді. Сёнэн және сейнэн. Бұл екеуі де аниме жанрлардың қатарына жатады. Сёнэн 12 жасқа дейінгі балаларға арналған достық, мейірімділік, адалдық, арман мақсаттарға жету сияқты құндылықтарды дәріптейтін жанр. Жанр көбінесе тартысты жекпе-жектерге толы әскери немесе жауынгерлік сёнэн арқылы танымал. Ал сейнэн жанры 18 жастан асқан адамдарға арналған, және ол жерде көбінесе жалпы өмірдегі не қоғамдағы проблемалар көтеріледі. Виабу. Соңғы кезде виабу сөзін жиі естиміз. Бұл сөз Жапонияға қызығып, сол елді зерттейтін, негізінен азиялық нәсілге жатпайтын адамдарды сипаттау үшін қолданылады. Виабу сөзі ағылшын тілінен келген. Фансервис. Фансервис термині қазіргі таңда анимедегі бейнелеу өнерінде қолданылатын әдіс түрі. Бұл әдіске сюжеттің дамуына әсер ете қоймайтын белгілі бір сценалар мен ракурстар жатады. Фансервис тащит. Кейде фансервис әдістерін анимеде орындау үшін тіпті толыққанды кейіпкерлер де жасалып жатады. Бенто. Анимеде өте жиі кездесетін сөз. Қазақ тілінде түскі ас деген мағынаны білдіреді. Якинику, кари, соба, анигири, такаяки және аканамияки. Бұл жерде де бәрі өте оңай. Себебі бұл танымал жапон тағамдарының аттары. Кейкаку. Бұл сөз ескі анимелердегі дыбыстамаларда жиі кездеседі және жапон тілінен аударғанда жоспар деген мағынаны білдіреді. Соңғы терминімізге де келіп жеттік. Қамажа. Бұл терминді көп адам біле бермейді. Алайда, қамажа термині Қазақстан мәңгі жасасын деген мағынаны білдіреді. Менің ойымша, тамаша термин. Иә, достар, осымен видеомызды аяқтаймыз.
Бұдан басқа, мен тастап кеткен терминдерді білсеңіздер, астына жаза отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет, сау болыңыздар.